ұстаздар, сіздермен ұстаз KZ. Бүгін сіздермен керемет интерактивті ойын құрастыруға болатын сайтпен таныстырғым келеді. Бұл интерактивті сайтта әртүрлі интерактивті ойындар, сабағыңызға қатысты түрлі материалдарды өзіңіз жасап оқушыларға ұсына берсеңіздер болады. Ең әуелі регистрация жасап аламыз. Мен бұл сайтқа регистрация жасап қойғанмын. Google аккаунттарыңызды жазып, регистрация жасап кіре аласыздар. Ендеше бастап көрейік. Өзіміз интерактивті сабаққа қатысты ойын құрастырамыз. Создавать етеміз. Выбрать шаблон басамыз. Енді астына түсіп, интерактивті ойындарды таңдап аламыз. Мысалы, географияға қатысты осындай шаблон алсаңыз болады. Немесе тағы да биологияға қатысты бұл енді платный екен. Осы шаблонды редактировать етіп көрейік. Бізде осындай бет ашылады. Енді осы бетімізді өзгертіп алуымызға болады. Немесе география сабағынан қолдансаңыздар керемет болады. Мен бұл бетті өзгертемін, яғни мен биология пәніне қатысты өзімнің сабағыма тапсырма жасайтын боламын. Осы бетті алып басамыз, сосын өзіміздің суретімізді жүктеп аламыз. Өзім арнайы дайындап алған суретті жүктеймін. Мінекей, меткаларды алып тастауға болады, яғни оның санын көбейтіп алсаңыздар, немесе азайтсаңыздар болады. Маған алдау қажет. Мен сондықтан санын азайтамын. Және де осылай әрқайсысының тұсына жазып шығамын, қойып шығамын. Енді осының әрқайсысының ішіне заголовок жазамыз. Бұл аналық. Өзімнің дайындап алған текстім бойынша қойып шығамын. Келесі бізде күлте. Осыны балаларға тапсырма ретінде ұсынсаңыздар болады. Мысалы, қорытынды сабақта осылай тақтаға, интерактивті тақтаға шығарып, әрқайсысын жасырсаңыздар, балаға айтып беру керек. Балаларға қызықты ойын болады деп ойлаймын. Осылай әр метканың ішін басып, өзіңіз қоятын теманың описанияларын жазып өтесіздер.
келесі астында изображение дегенде мынаны ашқанда сурет шығады төбесінен, соны өзіңіз қалаған суретті қоя аласыздар, немесе суретті өшіріп тастай алсаңыздар болады. Мен өшіріп тастадым. Әрқайсының ішіне кіріп суретті өшіріп тастайын. Бұл маған керек емес. Если өздеріңізге керек болып жатса, сол жерге сурет жүктеп қойсаңыздар болады. Келесі бізде енді мынау метканың түсін өзгертсеңіздер болады, басқаша метка қойып алсаңыздар болады. Маған осы да болады, ұнайды. Және де метканың размерін, яғни оқушыларға көріну үшін үлкен қылып қойсаңыздар болады, немесе вообще кішірейтіп тастасаңыздар болады. Мінекей бізде осындай тапсырма шықты, яғни оны көре аламыз. Мысалы, аналық дегеніміз гүлдің жеміс түзуге қатысатын негізгі бөлімі. Балаларға осылай қойып жасырсаңыздар болады. Мысалы, аналық дегеніміз не, күлте жапырақша дегеніміз не деп сұрақ қойып, кейін оның дұрыс жауабын осылай интерактивті тақтада көрсетіп жарыстырсаңыздар болады. Және де бұны сақтап қоя аласыздар. Болмаса копировать етіп балалардың несіне, электронный почталарына жіберуге болады. Бұл сайт, яғни онлайн болғандықтан, бұл істеген жұмысымыз ноутбукқа сохранить етілмейді. Сол үшін бұны интерактивті тақтада осылай сайтқа кіріп қосып көрсетсеңіздер болады. Тапсырмаларды сол сайттың ішінде сохранить етіліп тұрады. Менің видеом ұнаса, пікір қалдырып, лайк басыңыздар, және де менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.